сіздермен Карл Бенц туралы мағлұмат өтіп едік. Үй тапсырмасына мен сіздерге 8 сұрақ дайындап келіңіздер деп едім. Арина, қандай сұрақтар дайындадың? Оқи ғой. Карл Бенц отбасымен қай жылы Манхаймға көшті? Карл Бенц отбасымен қай жылы Манхаймға көшті? Жақсы, отыра ғой. Милана. Макс Роуз неге оның хоббитін көруге жасады? Жақсы. Дариға. Жақсы, отыра ғой. Үй жұмысын бәріміз орындап келдік. Бүгін біз сіздермен мақсатына жетудегі бір таным жігерлігі және сан есім тақырыбын өтеміз. Сан есімнің тақырыбын ашпас бұрын сіздердің алдарыңызда ребустар жатыр. Ребустарға назар аударамыз. Не ашыңыздар ребустарыңызды. Бұл ребусты әрбір топ өз ішінде шешеді. Осы қағаздың ішіне жазасыздар ребустан не шығады екенін. Я. Бірінші топ. Өз ішімізде әрқайсымыз өз тобымызда өз бөлігімізді мәтінді талдадық. Енді бірінші топ өз бөлігін екінші топқа келіп түсіндіреді, екінші топ үшінші топқа барып түсіндіреді, үшінші топ бірінші топқа барып мәтіннің өз бөлігін түсіндіріп береді. Түсінікті ғой, иә? Ауысамыз орындарымызбен. Жырғасы түсу, еңсесі түсу. Падать духом, қажырлы, упорно, энергичный, сильный, өзінің талаптарынан қайтпау. Не отступать от своих стремлений. Жігерлі, волевой, рьяной, самоотверженный. Қасиет, качество, свойство, достоинство, святость. Итеріп шығару. Выталкивать. Сермер, ваховик. Шайқау. Взмахивать, качать.